Сәлем достар, бүгінгі видеода брауни печеньесін дайындайтын боламын. Менімен бірге дайындауға шақырамын. Ең алдымен керекті ингредиенттер: жұмыртқа, қант, шоколад, май, ұн, разрыхитель. Шоколад пен майды ертіп аламын. Буға немесе микротолқынды пеште ертіп алсаңыздар болады. Таза ыдысқа жұмыртқаны саламын да қантты салып, миксермен немесе мен сияқты жай ғана венчикпен араластырып, көбігі шыққанша, қант ерігенше толықтай араластырамыз. Қант ерігеннен кейін шоколадты саламын, тағы да араластырамын. YouTube каналыма тіркеліп қоюға кеңес беремін, себебі неше түрлі оңай, тез дайындалатын печеньелердің рецептлерімен бөлісіп отыратын боламын. Оның үстіне қамыр қопшытқышты саламын, екіге бөліп, сұйықтыққа құямын да араластырамын. Бір келкі масса шығуы керек. YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, сонда сіздерге жаңадан рецепт шыққан кезде бірден хабарлама келіп тұратын болады. Енді противенге осылай бір қасықтап, ара қашықтығын алшақ етіп, барлығын орналастырып шығамын. Қызып тұрған 180 градусты пеште 15 минут пісіріп аламын. Осымен біздің брауни печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қол жетімді ингредиенттерден дайындалады және өте дәмді болып шығады. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ.